Абу Сәрсенбаев 1905 жылы 15 қазанда Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ботақан ауылында дүниеге келген ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Ұлы Отан соғысының ардагері, Парасат орденінің иегері. Оның шығармашылығында отан қорғау, патриоттық тақырыбы ерекше орын алады. Ақша бұлт жыр жинағында ақын майданда жазған жырлары топтайды. Әр жылдарда жарық көрген Сенің бақытыңды қорғағандар, Офицер күнделігі, Жауынгер монологы, Батырлардың ізімен прозалық кітаптарында Ұлы Отан соғысы тақырыбына кеңес адамдарының ерлігін, патриоттық тұлғасын бейнелейді. Бай ұлы тайпасынан Шеркеш руынан шыққан, Астрахандағы кеңес партия мектебін бітірген, Алматыдағы жоғары коммунистік ауыл шаруашылығы мектебін бітірген. Абу Сәрсенбаевтың шығармалары орыс, эстон, түркмен, тәжік, болгар тағы басқа тілдерге аударылған. Пушкин, Лермонтов, Петефи тағы басқа көптеген жырларын қазақ тіліне аударды. Жазушының әдебиетке қосқан еңбектері еленіп, 1987 жылы Қазақстанның халық жазушысы атағы берілді. Октябрь революциясы, бірінші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту, халықтар достығы, қызыл жұлдыз, құрмет белгісі, Парасат орденімен марапатталған. 1995 жылы 25 қарада өмірден өтті. Абу Сәрсенбаев әдебиетке 30 жылдарының орта тұсында араласа бастады. Жүрек сыйы, ант, жыр жинақтары оның ақындық қарымын танытты. Туған өлке, махаббат жыры, Отан таңы атты кітаптары Ұлы Отан соғысының кейінгі жылдардағы еңбек қаһармандарының бейнесін жасауға арналған. Оның шығармашылығында отан қорғау, патриоттық тақырыбы ерекше орын алады. Ақша бұлт жыр жинағында ақын майданында жазған жырларды топтайды.